Армысыздар достар, біз бүгін Қарағанды облысы Жаңарқа ауданына қарасты Талдыбұлақ ауылындамыз. Бұл ауылға келуіміздің де өзіндік мәні бар. Тап осы ауылда Төлеуханұлы Ғазиз есімді елден ерекше зергер тұрады. Ғазиз өзге зергерлерден несімен ерекшеленеді? Оның болмысы мен бітімі қандай? Бұл сұрақтардың жауабын бір кездеп көрелік. Мінекей біз Ғазиз бауырымыздың жұмыс бөлмесіндеміз. Мынау өзінің жұмысына қажетті құрылғылар. Ғазиз бастапқы ақшаны қайдан алды, бастапқы жарнаны қайдан алды деген сұрақ туындайды. 2019 жылы Атамекеннің 500 мыңдық грантын ұтып алған. Дәл қазір Ғазиз бауырымыз жұмыс үстінде. Ғазиздің жұмыс бөлмесі мінекей үйдің ішінде орналасқан. Бұл да бір кішкене мәселе туындатады десек болады. Бұндай дүниемен айналысқаннан кейін шағын шеберхана үйдің маңында бір өзіне арнайы шеберхана болғаны дұрыс деп есептейміз. Егер осыны тыңдап отырған ағаларымыз болса, ықпалды азаматтар болса, Ғазиз бауырымызға көмектессе екен. Бұл Ғазиздің бауыры Амангелді. Ал енді Амангелді түсіндіріп жүрші, мына Ғазиздің жасаған сақиналары ғой мынау, жүзіктері. Осы күнге дейін істеген жүзіктері. Таза күміс. Таза күмістен жасалған. Енді жүзік сақинадан бөлек Ғазиз не жасай алады? Сырға жасайды, алқа. Сырғалары, жүзіктері ептеп өтіп жатыр дейді, өтіп. Халық ауыл алып жатыр, Ауыл тұрғындары алып жатыр. Ғазиз бауырымыздың анасы орынбасар тәтеміз. Мінекей қазір Ғазиздің жасаған бұйымдарын көрсетпекші, және Ғазиздің грантты қалай алғаны жайлы, қайда дәріс алды, қайда оқыды деген секілді сұрақтарға жауап береді. Ғазиз Қарағандыда арнайы мектепте бітірді. Өзінің несіне қарай сол есту қабілеті төмен балалардың мектебінде бітірді. Одан кейін тура солар бітірген жылы Қарағандыда технико-строительный колледж ашылды. Сонда қолөнер факультетінде оқыды. Ювелир, зергерлік факультетінде оқыды. Соны оқып бітіргеннен кейін Алматыда практика өтіп келді. Сол өтіп келгеннен кейін біз ауданда, өзіміздің Жаңарқа ауданында Атамекеннен әкімнің 500 мың грантын ұтып алдық. Сол грант 500 мыңға Алматыдан барып бүкіл керек құрал жабдықтарын алғашқы бетте не қажет, қандай құралдар қажет, соны алып келіп, қыста істеп, енді бастап істеп атқанды күмістерін бәрін алып келіп, мынадай бұйымдарын жасадық. Жасады өзі сырғасы, қолдан жасалған. Одан кейін мынау жүзіктері жасалған қолдан. Таза күмістен жасаған бұл күмістері. Мынау кулон дейді ғой, алқаға тағатын алқасын енді жасайды міне. Жасағанда бұл тура карантинге іліктікті, күміске бара алмай қалдық біз. Ары қарай дамытпақшымыз енді. Үйдің алдында бір кухнямыз бар өзіміздің, соның ішінен ашып береміз бе деген ойымыз бар. Егерде тағы келешекте күмістерін ала алсақ, ісін жүргізе алса, кеңейтпек ойымыз бар енді. Білезіктерді соғып, әртүрлі енді қазір бар интернет дамыған ғой, жақсы содан көріп
өзі талаптанып жүр. Шашпау, мынау бес сақина бес білезік дей ма, сондайлардың бәрін көріп сондайларын жасамақшы ойы бар. Енді алда талабы зор өзімен. Зергерлік тәжірибені қай жақтан жинақтады? Алматыдан менің туған апам бар. Сол кісі сол жаққа шақырып, бір жеке өзі үлкен шеберхана ашқан осы Қарағанды жақтың жігіті бар екен. Сол кісі өзі ғайызға көңілі түсіп, өзі тегін үйретіп, 2 ай үйретті. Осының бәрін енді оқу мен практика бірдей болмайды ғой, енді оқу бітіріп келген сразу істей алмайды. Сондықтан біз 500 мыңды алмай тұрып, сол бірінші жаңағы тәжірибеде өттік. Енді тағы да алда әрі тереңдетіп жасау үшін соны тағы да бір жіберіп алғымыз келіп отыр. Енді өзі Алла бір жағынан алса, бір жағынан өзі кеңшілігін береді деп өзім сондай қуаныштымын. Өйткені ғайыздың талабына, ғайыздың мінезіне, салмақтылығына, ешқандай мен неге осылаймын деп қиналмайды, уайымдамайды. Бәрі де болады деп, бәрі болады деп кәдімгідей сенімді түрме айтады, ындаған бар зейінін салып соғады осыны соққанда. Рахмет. Мінекей мынау сырғасы Ғазиз бауырымыздың жасаған английский замок деп айтып жатыр тәтеміз. Сосын сынық бағандарды жалғап береді, бауырлар ашылып бағандарды. Күмістерден алтындықын өткенде алтыннан бір-екі адамның сынық баған жүзігін, тасын несін бәрін қойып орнатып берді. Ондай ұсақ нелерді істеуге, күміс, пока күміс жоқ болғаннан кейін ұсақ сынған нелерді ремонттап беріп жатыр әзірге. Бәрекелді. Қолдан ұсақ оюларды қолмен салады кәдімгі. Қолмен салады, соны күмістің бетіне жапсырып жасайды. Мыналар ғой. Мынадай. Осылардың бәрі ең төменгі недегі 500 мыңға келген нелер ғой, ал енді негізі. Иә, ол 500 мың дегеніміз қазіргі заманда түк болмайды ғой, шыны керек. Бірақ бастапқы жақсы көмек енді, бастапқыда расымен жақсы көмек. Көп көмек болды, үкіметке Аллаға разылық енді. Етік тіген, басқа бірдеңе деген адамға 500 мың әжептәуір көмек болды, шыны керек. Көп көмек болды, мынаның бәрін осы. Міне, атамекеннен алған сертификаты. Сәду Ғазиз Төлеуханұлы. Жалпы бұл үйдің барлығының балалары өнерлі десек те болады. Біз енді кішкентайымыздан тете өскеннен кейін бізден сәл төмен оқыған Мақсат бауырымызды көреміз. Ол Жаңаарқа аудандық мәдениет үйінде суретші, иә? Шатаспасам, иә. Қазір енді Амангелді бауырымыз Қарағандыдағы музыка мектебінің түлегі. Қазіргі таңда оны тәмамдап Астанадағы шабытқа түстің, иә? Иә. Ал Таужеке, не орындайсың? Тоқаннан кейін сан қоспасар деген.